Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында вафельный крошки дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Вафельный крошки дайындау үшін бізге жұмыртқаның ақуызы керек болады. 160 граммдай ақуызды өлшеп аламыз. Ал жұмыртқаның сарысын пайдаға жаратып жібереміз. Жұмыртқаның ақуызы салынған ыдыс тап-таза болуы қажет. Бір тамшы су, бір тамшы май болмауы қажет. Дәл осылай көпірши бастаған сәттен бастап қантты біртіндеп сала бастаймыз. Барлығын бірден салуға болмайды. Қанттың орнына қант ұнтағын пайдалансаңыздар да болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Дәл осындай ағып кетпейтін масса болғанға дейін миксердің көмегімен араластырамыз. Артынан ұнды қосып, тағы да миксердің көмегімен бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Ең соңында бөлме температурасындағы сары майды бір ас қасықтан бөліп салып шығамыз. Майды да барлығын бірден салуға болмайды. Бір ас қасықтан салып, миксердің көмегімен бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Майдың жақсысын таңдаған дұрыс, маргарин қосуға болмайды. Жалпы бұл рецепті 2 есе азайтып жасасаңыздар да болады. Бұл рецептен шамамен 300 граммдай дайын вафельный крошки шығады. Пергамент қағаздың үстіне жұқа етіп жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Дәл осындай болып шығу қажет. Және піскеннен кейін бөліктерге бөліп шығамыз. Қатты майдалап тастамау қажет. Осымен вафельный крошки дайын болды. Дәл осылай жасап көріңіздер. Кез келген торттың оформлениясына пайдалансаңыздар болады. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.